Сәлеметсіздер бе? Мен Пригат орта мектебінің оқушысы Қойгелді Әсеммін. Менің бизнес идеям ол үй жағдайында дайындалған компоттар, қысқы салаттар және тұздықтарды сату. Бизнес идеяның мақсаты. Бұл бизнестің мақсаты тұтынушыларға табиғи, сапалы және консервансыз қыстық өнімдерді ұсыну. Маусымдық жеміс көкөністерді тиімді өңдеп, ұзақ сақталатын өнімдерді шығару арқылы тұрақты табыс көзін қалыптастыру көзделеді. Сондай-ақ жергілікті шикізатты пайдаланып, отандық бренд құру және нарықтық импорттық өнімдерді алмастыру негізгі мақсаттарында бірі болып табылады. Өзектілігі. Қазіргі кезде халық табиғи консервансыз және үй өнімдеріне көбірек мән беріп отыр. Сондықтан экологиялық таза компоттар мен тұздықтарға сұраныс жоғары. Маусымдық жеміс көкөністердің арзандығы оларды өңдеп қыста жоғары бағамен сатуға мүмкіндік береді. Нарықтағы импорт өнімдерінің көп болуы отандық сапалы консервілерді шығаруды ерекше өзекті етеді. Неліктен қысқы салаттар мен тұздықтар? Сұраныс жоғары. Қыс мезгілінде дайын тағамдарға деген сұраныс әрдайым артады. Адамдар уақытты үнемдеп дайын өнімдерді сатып алуға бейім. Сенімділік пен дәм. Үйде дайындалған табиғи әрі дәмді өнімдерге деген халықтың сенімі жоғары. Химиялық қоспаларсыз өз қолымен жасалған тағамдар артықшылық беріледі. Салаттар мен тұздықтар мысалдары. Күріш қосылған салат ерекше рецепт бойынша дайындалған тойымды және дәмді салат. Негізгі ингредиенттер күріш, көкөністер және дәмдеуіштер. Қияр мен қызанақ қосылған тұздық. Бұл тұздық кез келген тағамға ерекше дәм береді. Жаңа піскен қияр мен қызанақтан дайындалады. Сәбіз қосылған салат, қыстық салат. Салат дәрумендерге бай және өте пайдалы. Қысқы дастарханның сәні болар сөзсіз. Лечо салаты. Лечо салаты бұл болгар бұрышы, қызанақ, қияр, кәді, сәбіз сияқты табиғи көкөністерден дайындалатын дәмді және пайдалы тағам. Әр рецепт қарапайым, әрі қолжетімді ингредиенттерден пайдалана отырып, ерекше дәмді өнімдер жасауға мүмкіндік береді. Жеміс-жидектерден жасалған компот түрлері. Қарбыз компоты. Жаздағы қарбыздың балғын дәмін қыста да сезінуге мүмкіндік беретін сусын. Алма компоты. Қыста ағзаға қажетті дәрумендерге бай, классикалық және сүйікті сусын. Жидек компоты. Қарақат, таңқурай, шие сияқты жидектерден жасалған иммунитетті көтеретін пайдалы сусын. Жеміс компоты. Кептірілген өрік, мейіз, қара өрік қосылған энергия беретін тоқ қайнатпа. Бұл компоттар қыста иммунитетті көтеруге көмектесетін табиғи сусындар ретінде өте танымал. Үй жағдайында дайындалып, арнайы банкаларға құйылып, оңай сатылады. Өндіріс процесі. Қажетті құралдар: үлкен кастрөлдер, стерилді банкалар, қақпақтар, өткір пышақтар сияқты қарапайым ас үй құралдары жеткілікті. Өнімді дайындау. Таңдалған рецепт бойынша жемістер мен көкөністерді мұқият тазалап, турап, қайнату немесе маринадтау процесін жүргізу. Стерилизациялау. Дайын өнімдерді банкаға құйып, ұзақ сақтау үшін міндетті түрде стерилизациялау процесін жүзеге асыру. Гигиеналық жағдай. Барлық жұмыстарды қауіпсіз және гигиеналық талаптарға сай таза ортада жүргізу өнімнің сапасының кепілі. Сату стратегиясы мен маркетинг. Сату орындары. Жергілікті базарлар, мектеп жанындағы дүкендер, көршілер мен достар арқылы сату бастауға болады. Әлеуметтік желілер де тиімді алаң. Брендтеу және қаптама. Қаптаманың сыртқы түріне мән беру маңызды. Қолмен жазылған этикеткалар табиғи өнім белгісі сатып алушылардың назарын аударады. Дәмін тату. Клиенттерге өнімнің дәмін татып көруге мүмкіндік беру арқылы олардың сенімін арттырып, тұрақты сатып алушы санын көбейтуге болады. Қиындықтар мен оларды жеңу жолдары. Өнім сапасы. Маусымдық өнімдердің сапасы мен қолжетімділігін қадағалау. Тек балғын және жоғары сапалы шикізатты пайдалану. Уақытты басқару. Оқу мен бизнесті қатар алып жүру үшін уақытты тиімді жоспарлау, апталық және айлық жұмыс кестесін жасау. Гигиена. Өндіріс барысында қауіпсіздік пен гигиена талаптарын қатаң сақтау тұтынушылардың сенімін арттырады. Клиенттермен қарым-қатынас. Клиенттердің сұрақтарына жедел жауап беріп, оларды пікірлерін ескеру арқылы тұрақты байланыс орнату. Бұл жоба жасөспірімдерді келесі кәсіпкерлік дағдыларға баулиды. 1. Өндірістік кәсіпкерлікке. Өнімді дайындау, өңдеу, қаптау және сапасын бақылау сияқты процестерді үйренеді. 2. Азық-түлік кәсіпкерлігіне. Тағамды өнімдердің нарығын зерттеу, сұранысты анықтау және тұтынушы талғамын түсіну
дағдысы қалыптасады. 3. Сату және маркетинг кәсіпкерлігіне өнімді жарнамалау, брендинг жасау, онлайн және офлайн сатуды жүргізуді меңгереді. 4. Қаржылық сауаттылыққа және шағын бизнес жүргізуге шығын мен табысты есептеу, баға қою, жоспарлау, табыстылықты талдау дағдылары дамиды. 5. Жауапкершілік пен ұйымшылдыққа негізделген кәсіпкерлікке уақытты басқару, өнімді мұқият дайындау және гигиеналық талаптарды сақтау маңызды екенін түсінеді. Осының бәрін қорытындылай келсек, үйде дайындалған салаттар мен компоттар жас кәсіпкердің табысты бастамасы. Бұл бизнес-идея табиғи өнімдерге деген өсіп келе жатқан сұранысқа негізделген. Ол аз инвестиция мен қарапайым технологияны қолданып, үлкен табыс әкелуге қабілетті. Табиғилыққа сұраныс, шығармашылық идея, аз инвестиция, қарапайым технология, үлкен табыс. Бұл қолжетімді және шығармашылық бизнес бастамасы. Ол тек қаржылық пайда әкеліп қана қоймай, сонымен қатар жас кәсіпкерлерді тәжірибе мен дағдылармен байытады.